Қазір контент мейкерлер көбінесе әкеме 18 жасымда көлік алып бердім, оларға Меккеге жолдама бердім, үй алып бердім деген контенттер әлі күнге дейін тренд болып тұр ғой. Осы трендтің болашағы қандай деп ойлайсыз контент мейкер ретінде? Контент мейкер ретінде қазір мен сізге жауап беруге тырысайын, бірақ мен адам ретінде айтайын, ол жақсылыққа алып бармайды. Себебі ол адамдар контент үшін ол нәрсесін істеп жатыр, бірақ ол адамдардың контентін көріп жатқан миллиондаған адамдар бар, жастар бар. Олар қазір қиын жағдайда болуы мүмкін. Біреу курьер болып жүруі мүмкін, біреуі официант болып жұмыс істеп жүруі мүмкін, біреуі тағы да басқа ауыр жұмыстарды істеп жүруі мүмкін. Сол адамдарға олар кері әсерін өте қатты береді. Мен 19 жаста ол нәрсені істей алмай жүрмін, менің қолымнан келмей жүр, ал анау 19 жаста ол нәрсені істеп жатыр. Және папасына көлік алып беріп жатыр, әке шешесін Меккеге жіберіп жатыр деп. Ондай адамдар ол контенттер арқылы басқа өзге адамдарды асығыс шешімдер жасауға алып келеді. Яғни мен анау трейдинг, ставка қою, мен сөйтіп одан да ақша көтеріп алайын да бір рет сыйлап жіберейін әке шешеме деген сияқты бір асығыс шешімдерге алып келеді. Жалпы әлеуметтік желі қазір сондай адамдарды көбейтіп жатыр. Өйткені мен ауыл аймаққа барамын, енді халықтың ішінде жүресің ғой, сол кезде айтады, мен ана блогерді қарашы, ютубты, мына блогер. Қазіргі бір ауылға барып біреумен сөйлесе қалсаң, әңгімесі сол. Ана блогер туралы, мына блогер туралы әңгіме айтып отырады. Демек, олар оның уақытын ұрлап, назарын аударып, соны миына сіңдірді. Олар ана ауылдан келіп алады сол үшін. Тып-тыныш ауылында істеп жүрген жұмысын, малын, жерін қояды да, мен қалаға барсам, демек менің өмірім өзгереді. Ал қалаға барып қазір 500 мың теңгемен дұрыс өмір сүре алмайсың.